Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін бізде осындай демонический призтар, стар дроптар ашатын боламыз. Мінекей, бұл менің қателеспесем, екінші аккаунтым. Бұл жерде мен нормальный жинап тастадым, бізге уже бір скин түскелі жатыр екен. Ішіне қандай, мінекей, калетке керемет осындай не алып тұр, бесенок калет деген керемет эпический скин түсті. Тағы біреуін ашамыз. Бұл жерде бірақ ешкімге түскен жоқ. Мінекей керемет осындай иконка манезі түсті. Келесін ашып жатыр. Жалпы мен бір тактика тауып алған секілдімін. Осылай қапталдан кішкене күтіп тұрып ашу керек секілді. Бізге мінекей уже екінші скин түскелі жатыр екен. Бұл жерде бізге мінекей осындай бұл кішкентай болды. Алы әрті деген скин түсті. Еще мынандай значоктармен беріпті, база жоқ. Жалпы менде бұл байтістер жоқ бұл аккаунтында енді. Көреміз енді. Бізді келесін аша берейік. Бұл жерде жалпы көрдім енді. Көп стартаптар бермейді екен, алдыңға қарағанда азырақ береді. Еще тек 2 күн ойнайды екенбіз. Жақсы, мінекей, біз аша береміз. Енді осымен түсе қоймайтын секілді, уже 2 скин сразу түсіріп алғаннан кейін бізге скин бере қоймас. База жоқ. Звездная сила алдық шеллиге. Мықты, көріп отқанызда ештеңе ойналмаған, ештеңе жасалмаған. Тек просто, как всегда, баяғы байтстермен қалып қойған екенімін. Енді бұл жерде де ештеңе жинамаған. Жинапта жетсе қоймайтын секілдім. Бұл жерде көріп отқаныздай булдың скинін алғанмын. Мінекей. Все, пойди. Енді ондай болса, мұнан бәрін қалай түсірсем болады. Жаңағы скиндерім қайда екенін таппай қалдым енді. Білмеймін енді, осы жерде жоқ шығар мүмкін. Қазір тез қарап тастайын. Мінекей, осыған скин алғанмын. Алы деген түрі, өте керемет екен. Сразу скинмен болып тұрады, егер жалпы түсіріп алсам. Годный скин енді. Жалпы уже бұрыннан шығып кеткен скинші. Бірақ жақсы екен енді. Онда болса жаңа екінші скин тауып алайын. Бұл жерде көрінетін еді қандай скиндер түсіріп алған. Мінекей. Мінекей калет пен бул бар. Мінекей демон бул дейді. Чоза демон бул дейді. Менде бул жоқ па не? Мінекей, осылай екен, короче. Бұл жақта да бір керемет скиндер бар ма екен, мінекей, Эл Драко. Осы скинді алсам ба деп тұрмын енді. Менде енді Эл Примоға дым жоқ. 4-еу барды, 29-ың. Қазір бұл жерде қай скин бар менде? Мұналар ма? Бұлар жоқ секілді. Жота не қойды? Мына жерде стикерлер санап тұр екен. Ондай болса, осы скинді алайық. Өте керемет скин. 150 галда тұрады. Гем тұрады, бізге бұны 37-ақ гемге беріп тұр. Өте керемет скин түсіріп алдық. Давно деген. Жақсы енді, неге заттан алмадың десеңіздер, тикқа скин алмадыңыз десе, мінекей менде тикқа скин бар. Осындай керемет. Бұл скинді де алдық. Онда олса келесі аккаунтқа көше берсек болады, мінекей. Бұл жерде де енді көп жинай алмадым. Көріп отырғаныңыздай 6 жинаппын. Енді 10 беріп тұр. 10 жақсы. Тем основной аккаунтымда даже бұдан да аз. Қателеспесем, бір 5-6-ын алған секілді едім. Бұл жерде де манағы тактикамен көреміз. Бекоштың аккаунтына аша берейік. Мінекей, біріншісін аштық, ештеңе түскен жоқ. Екіншісін аштық. Бұлар мен жап-жаңа ойнап тастаған едім. Өткенде мінекей бұдан скин түседі, достар. Скин түседі 100%. Бізге мінекей калетке қайтадан скин беріп жатыр. Жақсы пойдет. Әдемі скин. Онда олса келесін ашып тастайық, сразу тез аша берейік. Тез дегенде бір тактикамызы орындалмай жатыр енді, өкінішке орай. Мына жақтан көрейік. Төмен, қапталдан көрейік, алдыңғысында ангелдан. Осылай оң жақ төмен қапталдан ашқан едім. Сол кезде әдемі көп скин түсіріп алдым. Почти бәрін түсіріп алдым десем де болады.
Бұл жерде енді сәл қиындау болып жатыр, енді түсіру. Нақты қандай тактикамен түсіретінін білмей отырмын енді. Опа, мінекей көтеріліпті. Қателеспесем екіншісін енді ашып жатыр. Бұдан да алдыңда ойнамаған едім. Бұнаны ала саламыз, жоқ. Бізге общем осындай көмекші керек. Әйтпесе мешать етіп, жаман мешать етеді енді соперниктерге. Қиындық тудырады. Ондай болса, мінекей дәм болса рангвей анау болып тұр. Бұны ойнамайды екен, бұл аккаунтпен, даже мен өзімнің екінші аккаунтыммен де ойнамаймын. Ойнасам тек основнымен ойнап жүрмін. И бұл жақта нешеуін жинадым. Мінекей көріп отқаныңыздай супер удачливый 21-ші орында тұрмын ғой, 6-ын ғана алдық. Ондай болса осыны ашайық, көреміз ішінен не шығатынын. Ал бастайық. И бізде ештеңе түспеді басында. Тактиканы дұрыс түсініп алған жоқпын. Рандом алдым, басылып жатқан. Ой, қолым жіберіліп кетті. Бұлай баса салайықшы. Мінекей ештеңе түскен жоқ. Жалпы бұл жақтан мен бір скин қателеспесем түсіріп алған едім. Енді аша берейік, тақатса. Скин түсіру шанс жоқ болдықты. Мінекей бітіп қалды, уже тез бітті енді. Жалпы тез бітті, клубта не болып жатыр екен, телефон берсе, WhatsApp-тан көріп ашайық деді. Жақсы идея екен. Көріп отқаныңызда, енді клубта адам 30 адам екен, жалпы анда-санда 29 болады, бірақ сразу толып кетеді. Бұл жерден әдем скиндер бар екен, осы Сұлтан Карлды алам бау деп ойлап отырмын. Либо Болгорды алсам ба. Жалпы екеуін біреуін алу керек. Осьминог Фрэнкқа жетпейді, Краптикке. Жалпы екеуін біреуін қайсы жақсы. Пайда осьминог жақсы секілді. Или, в общем, Эль Примоның скин ала салғандыр. В общем, комментария жазып кетіңіздер. Осы заты өтпей тұрып видео салармын деген ойдамын енді. События бітпей тұрып, то есть жаңа скиндар кетіп қалмай тұрып, енді бір задание орындап жіберейік. Өткені бізде көріп отқаныңызда енді кімді алсам болады. В общем, байрынды бастай салайық. Мен жаңа екі зат, в общем, 6 емес, енді 8-ін ашайық деген оймен бір картқа жіберейін деп отырмын. Байрын мен шыдыға қала кетеді екен көреміз енді. Байрын жалпы бесячий правилер ғой енді. Қыпысын жайдан жей береді. Ондай қатты үлкен урын алмайды. В общем, біртіндеп ала береді. И біз мұнаның артынан жүрейік. Қателесем паучок бұның дальний емет, ближний емет, нақты білмей тұрмын енді. В общем, точно в цель! Да ты снайпер! Куалар бар ғой. И бұл жерде Мортис біріп бізге атака жасап кетпесін, бұлай қашатайық. Артынан Брок жүгіріп жүр екен. В общем, Мортис шалу жасайды деген ойдан. И Мортис сразу килл алып кетті. Енді алыстан жатсек. Осылай ата берейік енді. Енді мақсат бізге қарай келіп қалмаса болды. Главный мына жерде Эдгар екен, Брок деп ойлап отыр едім. И бұл Эдгар бізге тиіспеді. Жақсы, бізде енді өзімше ультаммен ұтып кететін адам құсап жатып тұрмын. Енді бұна жақта мынау бар екен. Ой, касой екен міне. Пайди Брок десе өледі. И өлді ма? Жоқ, міне. Өлді, дұрыс айтыппын. И бізде соперник абайлау керек. Бізде даже бір банкі жоқ. Ода нешеу. Жалпы бәр банкі осы да секілді. Бұлай парандом ата берейік. Осылай тиіп қалар, опа тиіп кетті. Бұлай қашып бара жатыр екен. Енді бізде шанс неше? Аз енді шанс жоқ емес, бірақ аз 10 банксы бар екен. Еще бір ұлғақпен өлтіретін секілді, бір ұлтармен сақтанған жөн. Енді осылай типа осылай затты істеп тастаймын деген оймен отырмын. Главное, ат, ой, косой екен. Опа, секірді. И атып та жетіскен жоқпын, енді базарды өлтіріп тастап. Зато екінші орын алып кеттік. И бізге мінекей екі осындай демонический старт ұрып кетті. И бұл жерден ештеңе түспейді. Мінекей. И Асылжан шақырып жатыр екен, қазір күтіп тұр. И екіншісінен де ештеңе түскен жоқ. Жақсы, ондай болса.
иә ондай қатты маңызды ештеңе түскен жоқ. Опа мінекей Асылжан қайта шақырып жатыр, қабылдайық. И бізде текстовый чат заглушена дейді. В общем, осындай проблема тап болмау үшін достар сіздерге айта кетейін. Біз мысалы сөйлесе алмаймыз. Сол үшін міне осы тұрған екеуін міне жасыл жанып тұрса, сіздерде өшіп жасыл жанып тұрса, осыны қызыл қылып тастаңыздар. И астындағысында осылай жасыл жанып тұрса, өйстіп қып-қызыл қылып қойыңыздар. Неге десеңіздер, өйткені ол біздің сөйлесуімізге кедергі келтіреді. В общем, чатта жасалмаймыз. И еще, в общем, бәріміз мини ойын ойнайтын кезде осылай и кедергі келтіреді. В общем, чатта ешкім жаза алмайды, не болады, ақылдаса алмайсың. В общем, соны қызыл қылып қойғандарыңыз жөн болады. Ондай болса мінекей не істесем атқандай байытыс қарасам болады деп отыр. Енді білмеймін, жоғарғы уровеньді байытыс алсам. В общем, не там біреу таңдай салайық. В общем, міне нанеймен шыдаға кетеміз ба? Или жоқ, ол не в сети отыр екен Асылжан. Онда болса шығып кете салайық, ойнамай-ақ қояйық. В общем, онда осымен видео аяқталды деген ойдамын достар, сізге қызық болды деген ойдамын. Осы бір ауыл пасты алайын ба, алмайын ба айтып жіберсеңіздер. Стоит па, не стоит? В общем, сатып алайын ба, или келесі сезоннан бастап әдемілеп ойнап сатып алсам скидкамен да мысалы. Қалай ойлайсыз, соларды пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Вирсус. Қош, сау болыңыздар достар.